Қайырлы күн, қымбатты достар. Бүгінгі эфирімізде елімізде басылып шығатын күнделікті өміріміздің бір бөлігі болып табылатын мерзімді басылымдардың кең тараған түрі журналдарға шолу жасаймыз. Қазақстанда басылып шыққан көрмесі негізгі екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде біз қоғамдық, саяси, көркем әдеби, қаржы, құқықтық, медициналық, экологиялық, әлеуметтік, сондай-ақ ауыл шаруашылық журналдарын таңдадық. Екінші бөлімде сіз ғылыми әдістемелік, оқу әдістемелік журналдарды қамтитын педагогикалық басылымдармен таныса аласыз. Барлық журналдар оқу залында қолжетімді ашық түрде сақталған. Залда сақтау мерзімі 5 жыл. Содан кейін журналдар жыл сайын кітап қоймасына сақтауға беріледі. Белгілі бір үлгі бойынша өтінімді толтырып, сіз кез келген мерзімді басылымдарға оқу залында тапсырыс беріп, оқи аласыз. Ал енді журналдарымызға қысқаша тоқталып өтсек. Бірінші таныстыратын журналым «Мысль» деп аталады. Ол 1920 жылы алғашқы нөмірі жарыққа шыққан республикалық қоғамдық саяси журнал. Орыс тілінде ай сайын шығып отырады. Әдебиеттің, музыканың, халық шығармашылығының үздік үлгілерін насихаттай отырып, ұлттық сана сезімді және Қазақстан халқының рухани бірлігін қалыптастыруда қоғамдық маңызды жұмыстар жүргізеді. Келесі журналымыз 1933 жылы тұңғыш рет жарыққа шыққан «Простор» деп аталатын журнал. Қазақстанның орыс тіліндегі ең көне әдеби көркем журналы. Баспа органы Қазақстан Жазушылар одағы болып табылады. Ондағы тақырыптар өлеңдер, проза, деректі прозалар болып бөлінеді. Келесі журналымыз «Фемида». Құқықтық ғылыми әдістемелік журнал 1996 жылдан бастап ай сайын шығып келеді. Журналда жаңа заңдар мен заңға тәуелді актілерге түсініктемелер беріледі. Заң жобаларының теоретиктері мен практиктері заңнаманың өзекті мәселелері, құқық қолдану мәселелерін талқылайды. Оқушылар мен ата-аналарға арналған алғашқы ғылыми көпшілік журнал Қазақстанда шығарылды. Ол бәріңізге белгілі, әйгілі «Ойла» журналы. «Ойла» жобасының мақсаты мектеп жасындағы балаларда, сондай-ақ жаңа білімге деген қызығушылығы мен ынтасын жоғалтпаған ересектерде ғылымға, өнертапқыштыққа және техникалық шығармашылыққа қызығушылықты қалыптастыру. Журнал 2016 жылдан бастап ай сайын шығып отырады. Тіпті қазіргі таңда ол бірнеше елдерде, бірнеше тілде жарыққа шығып, өз нәтижесін беруде. Келесі бөлім бізде ол, мана айтып өттім, педагогика бөліміне жататын журналдар. Ақпараттық әдістемелік журналдың бірі ол «Открытая школа». 2001 жылдың қарашасынан бастап шығып келетін, айына бір рет басылып және жазылу арқылы мектептерде, лицейлер мен гимназияларда таратылады. Мұғалімдердің кәсіби өсуіне және ата-аналардың өзін-өзі дамытуға арналған журнал. «Неклассная работа в школе». Журналда мектептегі тәрбие жұмысының барлық бағыттары бойынша материалдар жарияланады. Сонымен қатар, пән бойынша сыныптан тыс жұмыстардың дамуы, сынып сағаттары, мектептегі іс-шаралар, ата-аналар жиналысы, психологиялық тренингтер жарияланады. Журналдағы жарияланымдар барлық санаттағы мұғалімдерді аттестаттаудан өтуге жарамды. Келесі журналымыз «Бастауыш мектепте оқыту. Обучение в начальной школе». Атау айтып тұрғандай, бұл екі тілдегі материалдарды қамтитын журнал.
Журналдарға жарияланған материалдар педагогикалық кадрларды аттестациялаудың кез келген санатына жарамды бола алатынына байланысты тек қана жас мамандарға ғана емес, сонымен қатар біліктілігін одан әрі арттыруға атсалысатын барлық ұстаздар қауымына қажетті. Тағы бір еске салатын жайт, мұнда тек пән мұғалімдері ғана емес, сондай-ақ мектеп психологы, әлеуметтік ұстаз, мектеп кітапханашылары және басқа да маман иелері өз тәжірибе білімдерімен бөлісе алады. Осымен қысқаша шолуымыз аяқталуда. Біз сіздерді өзіміздің сүйікті оқу залдары бөлімінде қуана күтеміз. Келіңіздер, журналдармен танысыңыздар. Сау болыңыз.